Сәлем достар, сіздермен KZ Game. Бүгін Бравл толк шығыпты. Соның Бравл толктың сіздерге қазақшасын айтуға тырысам, немесе өзімнің жаңа бравлерді көретін боламыз. Hello and welcome to Brawl Talk, right? Қош келдіңдер Бравл толкқа. We didn't want to leave you empty-handed for September, so we brought you a mini update. Олар жаңа обновление, мини шағын жаңарту дайындапты. Соны көрейік. Жаңа скиндермен жаңа хроматикалық бравлер, калет, ол сувенирлер дүкенінде кассир, және ол осындай жаңа хроматикалық бравлер, хроматический бравлер екен. Ол да анау Бравл паста болады деп ойлаймын. She loves her job because she gets to collect all kinds of brawler items, and she's close to her favorite things in the world, the brawlers. She's Piper's and Spike's biggest fan. All Piper мен Spike'тың Get a little creepy, like almost like stalker, I guess. And her main attack is really interesting. This is a mechanic we have оның қызық атак шабуылы ever done. өте қызық. She deals a percentage of damage based on her target's health. So she's Бравлерлердің ол бравлерлердің денсаулығына, ол бравлерлердің андай хпсына қарап атады, қарап уроны сондай. Мысалы кімде көп болады, кімде көп хп, кімде көп здоровье, немесе кімде көп хп, соған ол көп шабуыл береді. attacking someone like El Primo, she'll do a lot of damage. But if she's attacking someone with a tiny bit El Primo сияқты бравлер андай хпсы көп бравлерлерге көп урон береді, ал аз болғанға азырақ урон береді. Сол сияқты. health, she'll do a tiny bit of damage, except for boxes where she'll do a flat rate. And what's interesting about her super is that Оның супер соққысы өте қызық. similar like boom, Міне she runs қараңыздар. across the map. Жүгіріп қайтып келеді екен. Жүгіріп андай соққы беріп және қайтып келеді. Негізі жақсы. Захват кристалловқа. Мысалы бір адам бір бравлерде оның жинап алып қашып бара жатқан кезде жеңіліп қалса, сол шашылғанды тез барып жинап алып келеді да, сөйтіп жеңіп кете алады. Және де солай жеңіп кетсеңдер болады. Және де награда за поимкуда ортасындағы жұлдызды ала алмай тұрған кезде барасыздар да алып кете саласыздар. Бірақ ол жұлдыз бір ақталып, оның қатты әсері бәрібір солай алсаңыздар болады. Давай. It returns to the starting point after that. Ол And every brawler she алдыға барып hits соққы on the way беріп, gets damage. And және in this митаны case, итеріп апарып тастады. Көрдіңіздер ме? Бұл сезонның аты айтпақшы магазин сувениров. Сувенирлер дүкені. Shop mini update, we're of course getting gift shop skins. And then brawlers Бұл маусымның аты сувенирлер дүкені. using gift shop items. Sandy's newest skin. Міне мынандай скин Сэндиға андай тәтті қант жеп тұрған ба, қолында чупа-чупс па, мақтама сондай. El Primo'ның басы. Rush Sandy. And
Imps will be super Супер фанат Эмс. fangirl imps. Finally, Spike. О, міне Спайк маскасын өзгерте алатын осындай 8-8 биттің кодтың маскасын кие алады екен. Now for the best skins, we are getting a card beginning Бравл пастағы қазір көрейік. girl imps. Finally, Spike will be getting a mask that changes every time you respawn. Now for the best Бравл пастағы скин we are getting a андай блок сияқты алдында Коко және мынау анау алдыңғы сезонда біріншісінде осы сезонда біріншісінде брок тұр ғой, сол сияқты Покода тұратын шығар. Ал мынау жаңағы хроматикалық бравлердің ең соңында тұратын несі скины. which is Trixie Colette. And that's not all. We've got two more. We have Lunar Sprout for the moon. Лунный спраут, Эль Примоның тағы скины. Ал Луна Festival in Asia, в as well as Азиядағы қоян which бар. is for Star Мынау Wars. жасыл Эль Together with this Примо. gift shop environment, Осы магазин, дүкен, сувенирлер дүкені сезонның обновлениясы we are also getting жаңартылып a Star Park theme осындай tutorial so we скиндермен can welcome new players to the нелер скиндермен жаңа бір бравлер шығады екен. Ал мынау Бравл топтың мынау бір Стар Парктың фильмі ма сондай бір нәрсе. Стар Парк туралы айтады. Бұның Бравл Старстағы обновленияға қатысы жоқ деп ойлаймын. Негізі қатысы жоқ, жай анау осы паркты көрсетеді. Стар Парк. Алдынан бері видео шықпады, өйткені мен 4-5 видео салып қойғанмын. Соған подписчик пен лайктар жиналмай жатыр. Содан кейін мен тағы да видеолар саламын. Стар Парк туралы айта білгілеріңіз келе ма дейді. Жарайды достар, сау болыңыздар. Орысшасы астында шығып тұр. Орысшадан парк туралы, осы парк туралы қазір ұзақ. Келесі кездескенше достар, сау болыңыздар.